Assalamualaikum, құрметті көрермендер, достар. Міне қазір жемді дайындаймыз. Өткенде дайындаған жеміміз таусылды. Мынау жымық. Бұл деген протеині 38. Леонның, сығырдың сықпасы. Мынандай қапшықта тұрады. Құрғақ. Протеині күшті. Сосын мынау бор, кормовой мел. Сосын мынау кәдімгі тұз, бор. Сосын достар, міне мынау кибек. Үлпілдеп тұр неки. Бұл кибек. Мынау арпа менен бидай. Арпасы аз, арпасы көп, бидайы аз. Достар, өйстіп дайындап алып, мына жерге қазір ұмтайтын боламыз. Дробилкамыз мынандай советский, енді Совет одағынан қалған. Тракторменен ұмтаймыз, сағатына 1 тонна жарады. Өз бәрін дайындап алдық. Ал бисмилля деп бастаймыз, достар. Ал бұл трактор өз жерде тұрады.
Жемге келгенде жем мәселесі бізде осылай дайындалады. Бірден 1,5 тонна дайындап қоямыз. Осы 1 аптаға дейін жетеді. Жемнің құрамында әртүрлі дәнді дақыл болған негізі жақсы. Арпа, бидай, жүгері, сұлы болса, жымиық болса, мына біздердікі зығырдың күнжарасы, жаңағы сояның күнжарасы болғаны жақсы. Шырот болса да жақсы. Бірақ енді ол қымбат болғансын, оны бізде алмаймыз. Біздерде қандай арзан жем, арзан қылып аламыз. Арзан жемді береміз өйстіп. Негізі таблица бойынша есептеп, әр жемнің өзінің құрамында энергиясы болады, протеині болады, клетчатка болады. Сондай бір 5-6 көрсеткіш бар. Сондайдан болады 5-6 түрінен. Егер сіз әртүрлісінен қоссаңыз, сол кезде олар бір-бірін толыстырып, керекті бұқаға, керекті дәрумендер барлығы құрамында болады. Неше түрлі болғаны негізі жақсы жемнің. Сосын мына жем бізде ұмталған кезінде көріп атсыз ба, 3 миллиметрден үлкен болмау керек. 3 миллиметрден 1 миллиметр менен 3 миллиметрдің ортасында болу керек. Дәннің үлкендігі. Егер ұн сияқты майда болса, ол тұрмай транзит дейді ғой, өтіп кетеді. Бірден шекке шығып, ар жақ қарай шығып кетеді майда болса. Бұл біздерде күйіс қайтаратын мал болғасын, шамал ірілеу болған жақсы. 3 миллиметрден биік болмау керек. 1,5-2 миллиметр болса, үлкендігі сол өте жақсы. 1,5-2 миллиметр. Сол кезде ол үлгерет, қуыртылып үлгерет. Обязательно міндетті түрде азғантай мөлшерде болса да витамин қосу керек. Иісін шығарып не қылатын. Сол кезде бұқа жейді. Міндетті түрде тұз қосу керек. Минералдар болу керек қой бұның құрамында. Минералға кіретін тұз, бор, сонан соң сода бірақ қымбат, азғантай 0,5% болса да сода берсеңіз, азғантай болса да витамин берсеңіз, анау не қылатын. Сол кезде бұл бұқа жеуі да жақсы болады. Енді қазір светті сөндіріп тастадым. Бізде свет жоқ. Генератормен отырмыз. Генератор сөндіріп тастадым. Мен бірінші суын берем. Суын берген соң сабан берем. Сосын бір майданнан кейін осындай жемді төгіп тастаймын алдына. Жемге келгенде осы енді әркім әртүрлі тәсілмен бағады негізі. Әркімнің бағу тәсілі әртүрлі. Менің осындай ақ берем. Негізі ертең күн шамал жылғасын, наурыз айына қарай жаңа пивная барды дейді ғой, содан алып берем. Келесі партияны сомен бағам. Мұнан ертең Алла қаласа сойып, Алла бұйыртса сойғаннан кейін содан бағамыз. Солмен қосам жаңа пивная бардадан. Достар, менің бұқаларға беріп атқан жемім осы. Кеше біреуін тәжірибе ретінде, эксперимент ретінде сойдық, 2,5 ай тұрды. Қазанның 15-іне кірді да,
кеше 4 қаңтар күні сойылды. Мына бұқалардың ішінде әртүрлісі бар еді. Ірісі бар, майдасы бар, соның орташасын алдық. Сөйтіп сойып едік, 182 килограмм етпенен болды. Ішінде бұның 200-ден асатындары бар, 160-тықтары да бар. Енді сатып алынғанда әртүрлі бұқалар алынған, сол себептен осындай болды. Орташасын алып едік. Осындай болды, достар. Достар, осымен видеомыз ізіне жетті. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін. Қош сау, аман болыңыздар.